ғасырда Франция мен ақш-та жалпы құмар ойындарымен қалай күресті? Олардың көбісі құмар ойындарды мемлекеттің тарапынан көзқарас болды, яғни салық тарту керек, олардан пайда табу керек деген көзқарас болса, екінші көзқарас жоқ, бұл көңіл көтерудің бірден бір керемет саласы деп атаған болатын. Тіпті жалпы көңіл көтеру саласын интертейменті, картаны немесе Лас-Вегастағы ойындардың, казинолардың пайда болуын, жұмыстан шаршаған, қажыған адамдардың көңіл көтерудің бірден бір таптырмас жолы деп есептеген болатын. Бірақ көптеген психологтардың жұмысының зерттеуінің нәтижесінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өткен ғасырда ғана классификацияға қосу арқылы бүкіл әлемдегі мемлекеттерге, соның ішіндегі осы топқа бастамашыл болған 40-тан астам мемлекет гэмблинг, құмар ойын, лудоманияға әкеледі. Ойындар бұл көңіл көтермейді. Бұл адамды деградацияға, психологиялық оқшаулануға, өмір сапасының төмендеуіне, отбасымен ажырасып кетуіне, өзінің қолындағы бар қаражатын бәске түпсіз қалуына, қазақша айтқан кезде барлық дүниесінен айырылып тақырға отыруына әкеледі деген дабылды қаққан болатын. Бірақ барлық мемлекет бұны қолдағанда жоқ. Неліктен? Себебі жалпы ойын, құмар ойын ол адамның ішкі факторларымен реттелу керек. Мемлекет кім нені, қашан, қалай қалайды? Егер ол ойын мемлекетке салықпен табыс әкеліп жатса, адамдар өздерінің уақытын тиімді және көңілді өткізіп жатса, мемлекет оған араласудың қажеті жоқ деген позицияны ұстанған мемлекеттер де болды. Ол мемлекеттер көп жағдайда Шығыс Азия мен Батыс Еуропа мемлекеттер болды. Ал кейбір мемлекеттер жалпы құмар ойындарға заңмен тыйым салды. Ол мемлекеттер көп жағдайда діни мемлекеттер өздерінің шариғатына сай Африканың және араб мемлекеттерінің біразында жалпы онлайн құмар ойындарға тыйым салынған. Ол жерде мәселе сіздің көңіл көтеруіңіз адам құқығы тұрғысынан емес, харам болып саналғандықтан бұл мемлекеттерде онлайн казино мүлдем жоқ. Бірақ кез келген тыйым салынған дүниенің пайдаланудың жолын таба білген адамзаттан қулық қашан артылған. Кез келген араб мемлекеттеріндегі тыйым салынған осы салаларда көрші мемлекеттерге барып онлайн казино ойнау артқан екен. Мысалы, Сауд Арабияда онлайн казино жалпы бәстігі тыйым салынғанмен де, көрші мемлекеттегі Бахрейн мемлекетінде бұл тыйым салынбаған. Араб мемлекеттердің Лас-Вегасы аталған Бахрейн мемлекеті неліктен өзінің дәстүрінен, дінінен пайданы жоғары қойды деген сұраққа әлеуметтанушылар әртүрлі жауап береді. 21-ші ғасырда жалпы лудомания мен күрестің жетістікке жеткен 100% кепілдік беретін рецептін, алгоритмін ешкім ойлап тапқан жоқ. Оны ойлап табу да мүмкін емес дейді психологтар. Бірақ бұнымен келіспейтін дәрігерлер емдеуге болады. Ол ең бірінші әлеуметтік экономикалық жағдайды жақсарту, адаммен байланысты арттыру, отбасы мүшелерімен жиі сөйлесу, серуенге шығу, компьютердің алдында көп отырмау деген сияқты бірнеше өзіміз көптен білетін қарапайым шешу жолдарында ұсынады. Бірақ әр мемлекеттің өзінің лудоманияға шалдыққан немесе ойын бизнесінің табыс көзі көре ме, әлде мемлекетке төнген ұлттық қауіп көре ме, оны әр мемлекет өзі анықтайды. Ол оның конституциясына, халықаралық заңдарымен ғана емес, сол мемлекеттің менталитетімен, әлеуметтік жағдаймен, дәстүрімен, жалпы ойынға деген көзқарастылығымен, құмарлығымен анықталады. Қалай ойлайсыздар? Қандай да бір ұлтты бұл онлайн ойынға құмар, немесе өте ойын құмар ұлт деп атауға болады? Әлде ұлттың, халықтың барлығы бірдей ойын құмар немесе ойын құмар емес пе? Бұл да бірнеше зерттеулердің нәтижесі болып табылады. Ұлтты ойын құмарлыққа байланысты бөле жару олардың психологиялық санасының әртүрлі екендігін көрсетеді дейді. Сол үшін Лас-Вегаста тұратын сіздің құрдасыңыз немесе Петербургта тұратын сіздің досыңыз сізге қарағанда лудоманияға жиірек ұшырайды деп ойлау өте үлкен қателіктерге әкеледі дейді психологтар.